ғана заттан тәп-тәтті мини пончиктер дайындаймыз. Үйдегі бар қарапайым ғана затпен жасалады екен. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сырты осылай қытырлап, іші жұп, жұмсақ, тәп-тәтті болып шығады. Алдымен пайдалы парақшама тіркелмесеңіз, тіркеліп алыңыз. 2 жұмыртқаға 1 банка қойытылған сүт салып араластырып, електен өткізілген ұнмен қопсытқыш салып, жұмсақ қамыр елеп, енді 5 минутқа тындырамыз. Одан кейін осылай орташа қалыңдықта жайып аламыз. Және мен ыңғайлы болу үшін ұзыншалап кесіп, одан кейін ұсақ бөліктерге бөліп алдым. Дәл осы бөлген күйлеріңізде пісірсеңіздер де болады. Уақыт алмай немесе осылай домалақтап форма берсеңіз болады. Мен барлығын осылай домалақтап шықтым. Осы кезде енді майымызды қатты отқа қойып қыздырып аламыз. Пончиктарымызды пісірер кезде астын басып, міндетті түрде баяу отта пісіреміз. Әйтпесе пончиктің арасы піспей қалуы мүмкін. Міне көргендеріңізде баяу оттың өзінде осылай екі жағы толығымен өзінен өзі аунап қызарып керемет болып шығады. Іші толығымен пісіп шығады, қорықпасаңыздар болады. Тез арада дайын болады. Және енді үстінен әрлеу үшін мен осындай Хазела до шоколад пастасын алып, кондитерлік мешокқа салдым. Үнемі осыны балаларым сүйсініп жейді. Су буында ертіп үстінен құйып, қалоңшы осылай жаңғақтармен әрлесеңіз болады. Енді пончиктарымызды байче классикалық түйіршіктелген, құрамында еш бояғыштар жоқ шаймен ұсындым. Баршаңызға